Барлығына сәлем. Бүгін біз осындай худи свитшотқа арналған кенгуру қалтаны тігіп үйренетін боламыз. Қазір экранда сызбасы выкрикас шығады, соны матаға түсіріп, қиып алып, тігуді бастаймыз. Ендеше кеттік. Киіміміздің иығын, қолын тігіп аламыз. Бірақ мына жандарын әлі тікпейміз, боковой шовты тікпейміз. Мынау біздің болашақ қалтамыз. Мына екі қол салатын жерді, мына қазір екі бұрышын оверлоктап шығамыз. Оверлоктап алдық, енді 2 сантиметр қайырып үтіктейміз. Содан кейін мына жерден 1,5 сантиметр декорлық тігіс тігеміз. Мінекей осылай тігеміз. Оверлок, мына жағында декорлық тігіс. Екі жағынан бірдей. Мына жан жағын мен қазір жай үтіктеп алдым. Сізде солай істесеңіз болады. Енді свитшоттың дәл алдын тауып алуымыз керек. Ол үшін осылай екіге бүктеп үтікті бассаңыз да жеткілікті. Сонда сызып жүрудің қажет жоқ. Қалтаның дәл ортасы міне сызылған. Енді сызғышты алып, екі жағын тексеріп көреміз. 11 сантиметр. 11 сантиметр, тура. Бізге қазір бор керек. Мына қалтаның болатын жерін бормен сызып аламыз. Қазір осы бойынша тігетін боламыз. Басталған және аяқталған жерінде белгі қалдырайық. Осылай. Бормен сызудан қорықпаңыз, ол өшіп кетеді бірден. Бір үтіктегеннен кейін. Енді мына сызықпен мына үтіктелген жерді қосамыз. Енді осы түйрелген жер бойынша закрепка беріп тігіп шығамыз. Енді осы қалтаның үстінен 0,2 мм декорлық тігіс тігеміз. Закрепка береміз міндетті түрде. Декорлық тігісті тіктік, үтіктедік. Енді екі жанын тігу ғана қалды. Енді осылай түйреп алып, тігін машинасында закрепка беріп тігіп шығамыз. Мінекей осындай ыңғайлы, кең, қол еркін сиятын қалта пайда болды. Енді қазір екі жағын тігіп болғаннан кейін манжетті қоса саламыз. Мінекей мен боковой шов жанындағы тігістің бәрін тігіп алдым. Біздің қалтамыз. Менде манжет осы негізгі матадан болады. Манжетті де 4 бөлігін тауып алдым, белгі қалдырдым осылай. Енді барлығын бір-бірмен қосамыз. Мынау қалтаның дәл ортасындағы белгі. Бір-бірмен осылай түйреп шығамыз. Енді мен манжет жақтан тігемін және оверлоктаймын. Мінекей мен тігіп алдым. Тігін машинасында енді оверлоктамастан бұрын мына 4 слойды, 4 қабатты кішкене жұқартуым керек.
яғни мында 4 қабаттың бірінші және төртіншісіне тиіспеймін. Екінші қабатты кішкене қиып тастаймын. Енді оверлоктаймыз. Мінекей біздің қалтамызда дайын болды. Кенгуру қалта өте ыңғайлы. Телефон сияды, түсіп кетпейді оңайшылықпен. Екі қол еркін сияды. Өте сапалы әрленген, өңделген. Сіздерге видео пайдалы болды деген үміттемін. Келесі кездескенше.